Ассалаумағалейкум. Бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтарымен студияда Мадир Ғалиұлы. Облыс әкімдігінде Ұлытау облысы әкімінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі облыстық комиссияның кезекті отырысы өтті. Өңір басшысы Берік Әбдіғалиұлының төрағалығымен өткен жиын мерекелік көңіл күйде басталды. Әкім кеңеске қатысушы барлық нәзік жандыларды төл мейрамдарымен құттықтап, жігіттер қауымы құшақ-құшақ гүл сыйлады. Комиссия отырысында күн тәртібіне екі мәселе шығарылды. Алғашқысы білім беру ұйымдарында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері және мектептер жанындағы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторының қызметін ұйымдастыру туралы. Сонымен қатар облыстық аналар кеңесінің атқарып жатқан қызметі жөнінде. Бұл кеңестің құрылуында енді басты мақсаты мемлекет басшысының жалпы мемлекеттік саясаттағы осы әйелдердің рөлін, осы әйелдердің осы нәзік жан дейміз, әрқашанда ерекше көңіл бөлу. Мысалы, бұрын осы кеңесті, оны қазір тек қана кеңес емес, өздеріңіз жақсы білесіздер, президент арнайы өзінің жарлығымен осы сайлау барысында осы 30%-ға дейін әйелдер өкілдері мәслихатта болсын деп шешім қабылдады. Бұл да енді біраз осы мемлекеттік саясатта әрқашанда әйел жандардың былайша қарағанда енді мүддесі. Бүгінгі қоғамда қыз баланың қауіпсіздігі һәм тағдыры басты назарда болу керек. Бұл бағытта жасалып жатқан жұмыстар жөнінде аталған жиында есеп берілді. Барлық білім беру ұйымдарында бейнебақылау камералар орнатылған. Облыста қарасты 88 мектепте 3732 бейнебақылау камерасы бар. Оның 880-і ішкі істер басқармасына кезекші бөліміне қосылған деген ақпарат бар. Бірақ біз қазір осы кеңестің алдында ғана департамент полициясымен тағы ақылдасып тұрмыз. Бұл жерде бізде нақты ішкі істер бөлімдерінің кезекші бөлімінде интеграция әлі дұрыс қолға алынбай тұр. Осы бойынша біз алдағы уақытта жұмыс кеңесін жоспарлайтын боламыз. Айта кетейік, 2015 жылы жұмысын бастаған Жезқазған қалалық аналар кеңесі биыл Ұлытау облыстық аналар кеңесі болып қайта құрылды. Бұл кеңестің де негізгі мақсаты бүгінгі қыздар ертеңгі аналарға ар мен тәрбие жолында түрлі кеңестер беріп, тағылымды кездесулер ұйымдастыру. Сондай-ақ отбасындағы зорлық зомбылықты болдырмау бағытында да біршама жобалар қолға алынбақ. Шара қорытындысы бойынша облыстық комиссия атқаратын алдағы жылдың жұмыс жоспары бекітілді. Мұқағали Сейітхазы, Бекжан Маратұлы, Ұлытау телеарнасы. Әлемнің жарығын адамзатқа сыйлаған аналар мен арулардың құрметіне орай халық достығы мен мәдениеті үйінде салтанатты жиын өтті. Бүгін халық достығы мен мәдениет үйі жылулық пен сұлулыққа толы. Аймақ басшысы Берік Әбдіғалиұлы сан салада еңбек ететін нәзік жандармен кездесіп, оларға арнайы құрмет көрсетті. Біздің қоғамымызда елдер отбасының береке бірлігін нығайтумен қатар, қоғамның барлық саласында белсенді еңбек етіп келеді. Мемлекеттік қызметте 50% болғанымен, басшылықта 33 қана пайыз екен. Осыны ескерсе болу керек. Мемлекет басшысы да өткенде жалпы Қазақстан бойынша ахуал осындай. Бүгінгі күн алдымызда үлкен қазір саяси науқан, сайлау келе жатыр. Мәжіліс, мәслихат, қалалық облыстыққа сайлаулар болады. Осыған арнайы жаңа айтып кеттім, заңға өзгеріс енгізіп, әйелдердің міндетті түрде қатысу және оларға жол ашылуы арнайы 30%-ден кем болмау керек қазір. Бұл да енді болашақта көптеген мәселелерді талқылаған кезде өңірдің экономиканың бәрін талқылаймыз, бірақ көптеген ерекше мәселелерді тек әйелдер ғана айта алады, білдіре алады, көре алады. Одан әрі облыс әкімі өңірде көп балалы аналарға ерекше көңіл бөлініп келе жатқан алға тартып, ел президенті атынан алтын құрсақты аналарға алтын алқа тапсырды. Жеті баланың анасымын. Алла берген 3 ұл 4 қызым бар. Осылай облыстық Ұлытау әкімінің өйстіп бізді құттықтап атқанына мың алғыс.
Сатпаев Жезқазған қаласындағы күллік аналарды ана мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге де рахмет. Марапаттау рәсімін қала әкімі Қайрат Шайжанов жалғады. Ол 7 анаға күміс алқа мемлекеттік наградасын табыстады. Осы облыс әкімге және мың алғыс. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні барша жанды әйелдерді құттықтаймын. Анашымды құттықтаймын, сіңілдерімді құттықтаймын осы мейраммен. 8 наурызбен барлық халықаралық әйелдер күнін құттықтаймын. Барлықтарына денсаулық тілеймін. Осылай еліміз Қазақстанымыз өркейе берсін, көбейе берсін. Мен осы күміс алқаның иегерімін. 7 бала тәрбиелеп отырмын. Енді Алла қаласа алтынға келемін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Осы аналарымыз осы ұрпақтарын көбейте берсін. Айта кетейік, қазір өңірде үйде отырып ісін дөңгелетіп отырған кәсіпкер әйелдердің де саны артып келеді. Оларға табысты отбасы әлеуметтік жобасы, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өткізіп тұратын грант арқылы үлкен қолдау көрсетілуде. Мемлекеттің жергілікті басшылардың нәзік жандыларға жасалып жатқан қамқорлығы алдағы уақытта да жалғаса бермек. Гүлім Маратқызы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы. Ертең көктемнің ең шуақты мейрамы халықаралық әйелдер күні мерекесі. Ал бейбітшілікті нығайтып, жанжалдарды болдырмаумен реттеуде адам құқығын қорғауда әйелдердің рөлі зор. Ұлытау облысы бойынша ішкі істер саласында 130-дан аса нәзік жанды бар. Олар өздеріне артылған ауыр міндетті абыроймен атқарып келеді. Погондағы аруларды айтқанда, жайлы жұмыс, жылы кабинетте жайғасқан қыз келіншектер көз алдымызға келуі мүмкін десе де, полициядағы қыздардың осалы жоқ. Ерлермен қатар жұмыс деп қарудан оқ атады, автоматты шашып жинау олар үшін күнделікті әдетке айналған. Бүгінгі таңда Ұлытау облысы полиция департаменті құрылып, қоғамдық тәртіпті қорғау және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекет басшысының, үкіметтің және ішкі істер министрдің біздің алдымызға сеніп қойылған тапсырмалары ер азаматтармен бірге осы аруларымызда үлес қосуда. Бүгін міне көктемнің шуақты күні 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен барша аруларды Ұлытау облысы полиция департаменті бас тараптың атынан, өз атынан, жеке құрамның атынан тілейтінім, арман үміт махаббат әндеріңіз болсын, көңілдеріңіз қуанышпен гүлге толсын. Осынау жарқын дүниеге сіздердер келген қастарыңызға аталарыңыз аман болсын. Отбасының ұйытқысы болып қана қоймай, отанның тыныштығын күзеткен бүгінде бейнетін, зейнетін көріп отырған аналар да қошеметке бөленді. Сондай-ақ кеште шенді аруларға Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі атынан мінсіз қызмет үшін 3-ші дәрежелі төс белгісі және құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалі тапсырылды. Ауыр саланың темірдей тәртібіне көніп, қызмет пен отбасын қатар алып жүрген қара көздер қаншама. Солардың бірі Ұлытау облысы полиция департаментінің аға инспекторы Айнұр Тасыбаева. Бала күнгі арманы орындалып, ішкі істер саласында қызмет еткеніне биыл 10 жыл. Бүгін міне 2 бала тәрбиелеп отырған ана жұмысының жемісін көріп отыр. Бізді әйелдер қауымын, ішкі істер органдарының әйел қызметкерлерін мынандай керемет ән кешіне шақырып марапаттауда. Осы сәтті пайдалана отырып, бүгінгі кешті ұйымдастырған біздің ішкі істер органдарының ер азаматтардың басшы құрамдарды, біздің Ұлытау облысы полиция департаментінің басшысы Алиев Қайыркен Жетпісбаевичқа мың алғыс білдіремін. Әйелдер қауымынан, өз атымнан барлық Қазақстанның дүниежүзінің әйелдерін мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ұлытау облысы полиция департаменті ішкі істер органдарының оң имиджін қалыптастыру үшін айтулы мереке аясында ару жандар арасында байқау өткізілген болатыны. Сол байқаудың жеңімпаздары бүгінгі кеште анықталды. Осы бірінші орынды алуыма үлкен үміт артып, үлес қосқан жандар, ол менің туыс туған бауырларым, әке шешем, оларға алғысымды білдіремін, себебі сол кісілердің үлестері өте зор. Және бүгінгі 8 наурыз мерекесімен барлық Қазақстан Республикасының әйелдер қауымын, ару жанды қыздар мен ақ жаулықты әжелерімізді бүгінгі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Үйде ұл қыз өсіріп отырған аналар түзде ел тыныштығын күзеткен қырағы қызметкерлер. Перзенттерінің жарқын келешегінің кепілі елдің тұтастығы, тыныштығы деп біледі. Сондықтан азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қасиетті
борыш санайды. Гүлім Маратқызы, Сергей Майкович, Ұлытау телеарнасы. 8 наурыз аяла алақаны жазира жүректермен әр шаңырақтың еліміздің шырайын келтіретін әйелдердің сырлы сезімге толы мерекесі. Мерейлі мерекеде облыс әкімі Берік Әбдіғалиұлы нәзік жандыларды Байқоңыр қонақ үй бизнес кешенінде қабылдады. Салтанат сарайында өткен облыс әкімінің қабылдауына ардагер аналардан бастап әртүрлі салада жұмыс істейтін әйелдер қауымы шақырылды. Қазіргі қазақстандық әйелдер қауымы 8 қырлы, бір сырлы. Шаңырақ берекесімен қатар әлеуметтік өмірдегі жұмысын тізгінін тең ұстаған. Сөйте тұра, еңбекқорлығымен, жауаптылығымен және кәсібилігімен ерекшеленуде. Еліміздің сән-салтанаты мен облысымыздың әлеуметтік экономикалық дамуында да қашанда нәзік жандылардың еселі еңбегімен қажырлы қайратының қарымды үлесі жатыр. Осылай деген облыс әкімі әйелдер қауымына деген ізгі тілегін білдірді. Облыстың жігіттерінің атынан сіздерге шын жүректен осы мерекеңіз құтты болсын. Әрқайсыңызға, отбасыларыңызға молшылық, ырыс, береке тілеймін. Әрқашанда сіздер біздің қоғамның ұйытқысысыздар. Әкім қабылдауына келген денсаулық саласының қызметкерлері, ұстаздар қауымы, өнер иелері, өндіріс саласында қызмет етіп келе жатқан арулар. Кәсіпкерлер бүгін гүлдей құлпырып, ерекше ықыласқа бөленді. Өйткені бүгінгі кеште айтылған ән де, би де нәзік жандылардың құрметіне арналды. Мен сонау Ұлытау, қасиетті Ұлытаудан келдім. Ұлытау ауданының дәрігер болып, балалар дәрігері болып жұмыс істеймін, қызмет істеймін. 50 жылдан бері сол жерде тұрып жатырмын, бала шағам осы жақта өсіп жатыр. 5 баланың анасымын. Енді қызмет істегеніме 50 жылдай болып қалды. Өте сондай ұйымшыл, жақсы, өте жақсы өтіп жатыр. Енді өзіме ұнады, жақсы өте. Осылай аналарымыз аман болсын деймін. 8 наурыз мерекесі халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Осылай ер азаматтарымызға көптен көп рахмет айтамын. Оның ішінде ерекше құрмет облыс әкіміне бас иеміз. Осылай біздің басымызды қосып, аналарды құрметтеп құттықтап жатқанына көптен көп рахмет. Осылайша мереке күні облыс әкімінің қабылдауына келген әйел аналары әдемі гүл шоқтары мен сыйлықтарға ие болды. Мереке қарсаңында нәзік жандыларға арнайы ақ дастархан жайылып, олардың құрметіне концерттік бағдарламада ұйымдастырылды. Гүлім Маратқызы, Мейіржан Мырзахмет, Ұлытау телеарнасы. Жайдарман жастардың ең сүйікті ойыны халық достығы мен мәдениет үйінде 2 күн бойы мектеп және жоғарғы лигасының кезекті ойындары өтті. Сайыстың алғашқы күнінде облысқа қарасты қала аудан мектептерінің командалары өнер көрсетті. 13 құрама Жезқазған қаласының әкімінің кубок үшін барын салды. Жиналғандар астарлы әзіл мен қазақы қағытпа қалжыңға қарық болды. Өте тартысты ойын болды. Алғашқы Ұлытау облысы, облыс алғаннан бері алғашқы мектепаралық жайдарман фестивалі. Мектептің маусымын аштық. Бұл чемпионат ары қарай жалғасын алады. Жыл бойына мектеп болсын, жоғарғы лига болсын, үздік ойын өрнегін көрсеткен командаларды келесі жылы 24 жылы республикаға Астанаға маусым ашарға апарамыз. Бірден айтайық, жарыс жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Ойындар еркін түрде өтті. Жайдарманшылар түрлі тақырыптарды қамтуға тырысқан. Жастардың мәселесінен бастап, әлемдік оқиғаларға дейін назардан тыс қалмаған. Мектеп лигасы арасындағы жарыста 3-ші орында Абай Тренд, 2-ші жүлдеге Рыбачи командасы, ал 1-ші орында Жаңарқадан келген Достар KZ топ жеңіп алды. Ұйымдастырушыларға рахмет, алдағы уақытта қарқынды дайындықпен келеміз деген үміттеміз. Алғысымызды бізді осы ойынға демеп, дайындықтарға уақыт бөліп, келіп қолдап жатқан Аңсаған Тоқсанбаев ағамызға, Ержан Сәмет және Ардана мұғалімге рахметімізді айтамыз. Сіздермен бірге болған Достар KZ. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге алғыс хаттары мен қаржылай сыйақылар табыс етілді. Жарыстың 2-ші күні жоғарғы лига ойындарының жартылай финалдық сайыстары өтті. 10 мықты команда жекпе-жек арқылы додаға түсті. Біздің дайындығымыз өте жақсы. Біздің команда 5-0 болып ұттық. Алла бұйыртса, алдағы ойындарда тек қана облыс деңгейде емес, республикалық деңгейде ойнаймыз деген үміттемін. Осы ойынды өткізіп жатқан ұйымдастырушыларға, Самат Жылқайдарұлына, әкімшілікке рахметімді айтамын. Осылайша бар жанарды жаулаған жайдарман ойындары Жезқазған сахнасына қайта оралды.
Болашақта Ұлытау облысының командасы құрылып, республикалық деңгейдегі додаларда өңір намысын қорғамақ. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы. Шаһарымыздағы Ұлытау спорт кешенінде Қазақстан Республикасы жоғары ұлттық дәрежедегі төрешісі жерлесіміз Мұқашбек Амановтың 50 жас мерейтойына арналып ұйымдастырылған бокстан жасөспірімдер арасындағы республикалық турнир мәреге жетті. Аталған турнирге еліміздің әр түкпірінен 2009-2010 жылы туған былғары қолғап шеберлері жиналды. 5 күнге созылған байрақты бәсекеде 140-қа жуық жас спортшы өзара мықтыны анықтады. Мұқашбек Амановтың есімі Жезқазған бокс мектебімен қатар аталады. Мұқашбек Түсіпұлы біздің мектебімізде жұмыс жасайды. Мамандандырылған олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер мектебі біздің мектебіміз. Осы мектепте үлкен жеңістер күтеміз енді. Мұқашбек Түсіпұлының шәкірттерін жаңа көріп жатсыздар. Ақтық сында жеңімпаз атанып жатыр. Сондықтан 50 жасымен мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Жарысты өткізудегі негізгі мақсат жасөспірімдердің бойына патриоттық тәрбие сіңіру, салауатты өмір салтын қалыптастыру. Мұқашбек Амановтың өнегелі өмір жолын кейінгі ұрпаққа үлгі ету және насихаттау. Ердің жасына толған елдің ағасы бүгінгі таңда да шаршы алаңынан алыс емес. Оның шәкірттері Қазақстан біріншілігі мен Азия чемпионаттарында топ жарып жүр. Айта кетейік, бүгінгі додада жеңіс тұғырынан көрінгендер ел чемпионатына жолдама алады. Мен Қостанай облысы Рудный қаласынан келдім. Мен осы жарысқа келгеніме үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Менің тренерімнің аты Бердімұрат Нұрбол. Боксқа қатысып жүргеніме осы 2 жылдай болды. Көптеген жарыстарға қатысып жүрмін. Құдай қаласа Азиядан чемпион боламын. Жарыс жақсы өтті. 3,5 жыл болды ойнасқанда. Құдай қаласа Қазақстанға барам, содан бірінші чемпион болды. Ұлытау облысының намысын. Жарыс қорытындысы бойынша 14 салмақ дәрежесінде жеңімпаздар мен жүлдегерлер марапат биігіне көтерілді. Командалық есепте 5 алтын, 3 күміс, 7 қоламен Жезқазған қаласының құрамасы үздік нәтиже көрсетті. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы. Сіздерді ару көктемнің айшықты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әйел ең алдымен ана, отбасының ұйытқысы, халықтың рухани құндылығы мен салт дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа таратушы. Көп көріп көңілге түйген ақ жаулықты аналардың өмірлік тәжірибесі жас отбасыларға үлгі-өнеге. Естеріңізге саламыз, ертең Қазақстан халқы 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай демалады. Сол себептен арнамыздың жаңалықтар топтамасы бейсенбі, яғни 9 наурыз күні эфирге шығады. Мерекелеріңіз құтты болсын, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.